сөзіңізді бөлдім. Қазір жөндеу жұмыстары болып жатыр, жол жұмыстары. Соған сіздің де компания қатысы бар ма? Қатысы бар. 380 миллион теңгелік объемды біз аламыз. Соны 33 миллион теңгесін бір частын істеп, біз уже жәндегі ақша алатын уақытта осы жұмыс, осы тірлік басталады ғой. Неден басталады, соны айтыңызшы. Түсіндік. Тәжіхан мен жаңағы Ерзақ келеді. Ерзақ өзінің досы Төреғалиға мына азамат таяу күндері 33 миллион теңгелі болады, осының ақшасын алайық дей ма? Сондай схема құрады. Сосын Нышан деген бір жігітті ортаға қосады, оның да тосы бар, жәндегі. Ол кім Нышан деген? Ол да дорожник. Сөйтетін Нышанды қосады, айлыққа 27 миллион теңге ақша қарыз, 6 миллион ақша қарыз деп екі сот орындаушының қағаз түзет, өздері ұйымдастырады. Сөйтті сот орындаушыға барып беріп, мен шөтіме түскен ақшаны ешкім сұрақ жауапсыз сот орындаушының шөтіне аударып алады да, болды, содан арғы өздері осы ақшаның әрекетін жасайды. Сөйтіп басында алып қояды. Қараңыз, сіз небәрі 3 миллион теңге қарызсыз Тәжіханға. Енді сол кезде Тәжіхан мен жаңағы Ерзақ келіп тұрған кезде 3 миллион теңгені қайтарып беру сізде ойыңызда болды ма? Болды. Неге қайтарып құтылып кетпедіңіз? Уже көрдіңіз ба, жәндегі Тәжіханнан түсетін ақшаны Ерзақ келіп бопсалап, уже сол жерден бастап ұру, соғу. Қалай ұрды, қай жерде ұрды? Ұрлап алып кету басталды уже. 5 күнге апарып, ешкім телефонында сим-картасыз апарып қамап та қойған кездері болған. Жоқ, қазір айдың күнін аманында. Айдың күнін аманында. Сізді кәдімгі кинода машинаның багажын салып алып кете ма? Қайда алып кетеді? Кім алып кетеді? Осы 17-ші микрорайонда өзінің Төреғалидың әпшесінің баласы тұрады, жалғыз. Соның үйіне 5 күнге шейін қамап қойып ұстаған кездері болған. Ол кезде ақша түскен жоқ қой әлі? Түскен жоқ, уже түсетіннің алдында. Уже түскеннен кейін осының болды, уже амалсыз, мен шарасыз жанымның тыныштығы үшін беріп құтылатын әрекетін жасадым. Жақсы, басынан бастайықшы, міне сізге сондай ақша түсетіні оларға белгілі. Сосын кім келді, қайда апарды, апарып ұрды ма, не істеді? Сосын сіз қандай да бір құжатқа қол қойдыңыз ба, осы туралы айтыңызшы. Астана шабыты деген менің туым болады. Ол мен келіншегімнің атында директорде болады. Мен ол жерде және қол қою құқығым болады. Біз ерлі-зайыппыз. Сөйтіп печатьті алып алады, бақыт осынша ақша қарыз деп жалған құжатқа қойдырады. Ұрып, соғып, бопсалап қойдырады. Сіз кімге қарыз дейсіз? Нышанға қарыз деп бір мынадай қағазға қойдырады. Сол қағазды аппаратта сот орындаушыға апарып берген уақытта уже бұл ақша автоматически ана шотына түсетіндей жағдай жасап қойған. Болды, уже ақша бірінші түсті. Сонымен 33 миллионнан сол жерде айырылық болды. Сол кезде уже